Армысыздар YouTube арна көрермендері, бүгін біз Алтын Орда маңындағы құрылыс жайлы сөз қозғайтын боламыз. Осы құрылыстың қашан аяқталатыны және қашан пайдалануға берілетіні жайлы әңгімемізді тарқататын боламыз. Бүгін біздің өзекті сұрақтарымызға жауап беретін Қазавтожол ұлттық компаниясының Алматы облыстық филиалы директорының орынбасары Нұржан Таңатаров Тоқтасынұлы. Аға, сұхбатымызға келіскеніңізге көп рахмет. Естуімізше, биыл жылдың соңына дейін бұл жол айрықтар, көпірлер барлығы пайдалануға беріледі дейді. Осы жайында тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Енді Алтын Орда базарының маңызды салынып жатқан енді жолдың бойындағы сол жердегі жұмыстар өткізіліп жатыр. Оның ішіне кіретіндер 3-8 шақырымдай жол. Оның жобасына кіреді 3 пешеходный переход дейміз, сосын 2 эстакада. Бір эстакада подковы типінде, бір эстакада магистральный типінде. Сонымен қатар сол жердегі жұмыстар енді биыл бітуге біз енді тырысып жатырмыз. Енді тоқтасақ қандай себебі бойынша уақытында бітпеген, енді көбісіне сұрайтындар сол ғой. Сол жерде действительно не болып жатыр ғой, трафик үлкен, движение сондай байланысты. Енді себебі бірнешеу. Оның арасындағы енді былтыр 20-шы жыл білесіздер, коронавирус. Сол жерде блокпост тұрған, жұмыстар тоқтатты. Енді құрылыстар жол салынғанда сезон болады. Именно сол сезон кезінде тоқтаттық. Сондықтан бір жылға енді ұзартқанбыз. Сондай мәселелер болды. Демек, пандемияның салдарынан құрылыс жұмыстары өстіп созылып жатыр, Иә, созылып жатыр. Дәулет Дұрыстрой деген компаниямен келісімшарт отырғасыздар. Иә. Естуімізше, ол компаниямен қазір келісімшарт бұзылған. Қазір құрылыс жұмыстарына басқа компания жауапты. Ол қаншалықты ақпарат рас? Иә, сондай ақпарат рас. Апрельдің 9-нан бастап 10 күн арасында келісім шарт бұзылған. Ол не себебі? Енді себебі жұмыстары ГПР дейміз, график производства работ, содан кешіккен жұмыстар шыны сондай не болмаған ғой, тездетіп жұмыс істемегеннен кейін біз басқа компанияға бердік осы проектті. Сол бойынша енді майдан бастап басқа компания алып кетті. Соны істеп жатыр қазір. Енді басқа компания бастағаннан кейін кішкене жұмыстар тездеп істелім қарқыны болып жатыр. Осы жақында 2 июльде премьер-министр келіп кеткен рабочий визитпен. Сол кісі де қарап шыққан, енді тапсырма берді. Биыл бітіруіміз керек. Іске асырып, бәрін сол жұмыстарға біз істеп жатырмыз қазір. Мысалы, кеше бір пролетқа бетон қабылдады. Сағат 7 кешкіден бастап, қазір 5-6-ға дейін жұмыс істеді. 2 смена істеп жатыр. Бұлай уже көрініп жатыр. Жұмыстары қарқын болып істеліп жатқан адамдар өздері де көріп жатыр ғой енді. Өздеріңіз де жүресіздер, көріп тұрсыздар. 600 метр эстакададан уже 300 метрдей дайын салынып жатыр. Енді арғарай сезон уақыты бойынша біз жұмыс істей береміз. Сондай өзіміздің план бойынша бітіруіміз керек деп ойлаймыз. Қазір құрылыс жұмысының барысында қаншама жұмыскерлер өз міндеттерін атқаруда? Енді қазіргі уақытта мобилизация жасады ғой, жаңа компания СМС дейміз, Синемейный строй. Енді 120-150 адамға дейін көтеріп жатырмыз. 2 смена істеп жатыр, күндіз түнде істеп жатыр. Сондықтан техника да бар, күнделік жұмыстары тоқтамай жатыр. Бұл құрылыс жұмыстарының маңайында Асыл-Арман тұрғын үй кешені орналасқан білеміз. Соның аумағында қандай да бір өзгерістер орын алуы мүмкін, өйткені Асыл-Арман тұрғын үй кешенінің негізгі кіретін жолын қазір жауып тастаған.
маңайында орналасқан дүңгіршектер мен базарлардың орналасуы кейін қалай болады олар? Иә, сіз дұрыс айтасыз. Мына сол жердегі асыл арман үшін жобаға кірген проект эстакада по типу труба дейді, труба дейді. Ол осы асыл армандан шығатын, машинамен шығатын адамдарға жеңіл болады. Сол эстакадамен тоқтамай қаланың ішіне кетеді. Сол үшін салынып жатыр. Енді бұлай айтқанда ол жердегі базар бар екен. Базардың енді снос деген тұрғын сол жердегі базары алып тастау керек. Сол бізге не болып тұр, кішкене жұмысқа кедергі болып тұр. Сол жерде енді шешілетін, акимат онымен айналысып жатыр, шешіледі деп ойлап жатырмыз. Ол да биыл біту керек. Бұлай қарағанда жұмыстары істелініп жатыр. Демек, асыл арманның аумағында ешқандай өзгеріс орын алмайды ғой, территориясына байланысты? Жоқ, территориясы байланысты ешқандай алмайды, қалады. Тек қана базар несі. Қосымша жер телімі сатып алу жөнінде бір ақпарат тарап жатыр. Иә, ондай ақпарат бар. Бір жердің мәселесі әлі шешілген жоқ. Ол жерде бір 11 шақты шешілген жер туралы шешімдер бар. Сот арқылы шешілген, акимат шешті. Бірақ бір участок әлі шешілмей жатыр. Ол не себеп болып тұр? Оны сол жатқан, сол жердегі сол кәсіпкер жалғыз қалған. 2,9 сотық бар жері. Сол жерде базары бар екен. Соған енді выкуп деген ақша сұрап жатыр ғой. Енді ақша көп сұрап жатқан ба, аз сұрап жатқан ба білмейміз. Ол енді сотта шешіліп жатыр. Демек, премьер-министрдің тапсырмасы бойынша Алтын Орда базары маңайында құрылыс жұмыстары биыл толығымен аяқталады, пайдалануға беріледі. Аяқталады, беріледі биыл. Сондай жоспар енді болып тұр. Рахмет, Нұржан Тоқтасынұлы, берген ақпаратыңызға. Жұмыс одан әрі жандана берсін, қызметіңізге сәттілік тілеймін.